Қымбатты оқушылар, біз сіздермен балалар мен үлкендер деген тарауды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Мағжан Жұмабаев Батыр баян поэмасы. Оқу мақсаты әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау, әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау, көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып, үзінділерді жатқа айту. Мағжан Жұмабаев кім? Ол 1893 жылы өмірге келіп, 1938 жылы өмірден өткен. Солтүстік Қазақстан облысында туған. Қазіргі Мағжан Жұмабаев ауданы Мағжан ауылында өмірге келген. 4 жасында мектепке барған. Ақын, жазушы, Алашорда үкіметінің мүшесі болды. Репрессияның құрбаны болды. 1905-1910 жылдарда Қызылжардағы Бегішевтің медресесінде оқиды. 1909 жылы Абай өлеңдерін оқып тағылым алды және оған өлең жазды. 1910-1911 жылдары Уфадағы Ғалия медресесінде оқыды. 1911-1912 жылдарда Қызылжар семинариясында оқыды. 1912 жылы қазанда Шолпан атты тұңғыш жинағы шықты. 1929 жылы тұтқындалды. 1936 жылы босап шықты. 1938 жылдың 19 наурызында атылды. Балалар, міне рухты ақын Мағжанның тағдыры осындай. Мағжан Жұмабаевтың еңбектеріне тоқталатын болсақ, Шолпан өлеңдер кітабы Қазан қаласынан 1912 жылы шықты. Өлеңдер жинағы кітабы Қазаннан 1922 жылы. Мағжан өлеңдері кітабы Қазан қаласынан 1923 жылы. Педагогика кітабы 1923 жылы шықты. Және Батыр баян поэмасы 1923 жылы Ташкенттегі Мұхтар Әуезовтің үйінде бір түнде жазып шығады. Қойлыбайдың қобызы поэмасы Еңбекші қазақ газетінде 1927 жылы жарияланды. Поэмалары Жүсіпхан, ертегі 90-ның тобы. Өлеңдері Сүйемін, Анама, Есімде, Тек таң атсын, Орал тағы басқа. Еліңе деген сүйіспеншілігі жайлы. Бәрінен де сен сұлу, Шолпы деген өлеңдері жалпы сүйіспеншілік жайлы. 1920 жылы Айда тыңды Сәрсенбай, Жазғы қала, Шойын жол өлеңдері үшін қаланың қазақ ауылына қарсы қойған деген айып тағылды. Өткен күн, Қабанбай, Бөгенбай, Қазыбек би, Шөже, Орынбай, Жанақ бір жан салға ыстық лебізін білдіреді. Жауға түскен жанға, Дулатовқа, Алатау, Қырғыз елі, Манас жайлы өлеңдері бар екен. Енді балалар, біз сіздермен бүгін Батыр баян поэмасын өтеміз. Жаңа ғана мен сіздерге айтып кеттім, Батыр баян поэмасын 1923 жылы Мұхтар Әуезовтің үйінде бір түнде жазып шыққан дедік. Біз мүмкін бұған дейін Батыр баян киносын теледидардан көрген шығармыз. Ендеше мына суреттер осы Батыр баян киносынан алынған. Енді балалар, қазір барлығымыз оқулықтағы нұсқасы бойынша Батыр баян поэмасының толық нұсқасымен танысамыз. Поэманың толық нұсқасымен танысып болсақ, мына тапсырмаларды орындайық. Поэманы бөлімдерге бөліп ат қоямыз. Бөлім бойынша бір-бірімізге сұрақтар дайындаймыз. Поэманы оқу барысында кездескен түсініксіз сөздерді белгілеп, мағынасын ашамыз, кестені толтырамыз. Әр бөлімдегі тірек сөздерді басты оқиғаларда жазып, соның негізінде поэманың негізгі идеясын анықтаймыз. Сабағымызды
бағдаршам әдісімен қорытындылаймыз. Пікірлеріңізді комментарийға қалдырыңыздар. Сіздерге қайырлы білім болсын, зейіндеріңіз ашылсын.